Сәлеметсіздер ме? 4 сынып білім алушыларына арналған дүниетану пәні бойынша Қазақстанның әлемдік аренадағы рөлі тақырыбындағы сабағымызды бастаймыз. Бүгінгі оқу мақсатымыз Қазақстанның әлемдік аренадағы рөлін анықтау. Ендеше мына тірек сөздерді бірге қайталайық. Сыртқы саясат, басымдылық, ядролық қару. Азия елдердің саяси картасына назар аударыңдар. Қазақстанның қандай мемлекеттермен шектесіп жатқанын анықтайық. Қазақстан мемлекеті Ресей, Қытай, Қырғызстан, Өзбекстан, Түркменстан мемлекеттерімен шектесіп жатыр. Ендеше, осы Қазақстанның әлемдік аренадағы рөлі туралы бейнежазбаны тамашалайық. Дана, қайда қарап тұрсың? Ала, қарашы, біздің планетамызда қанша мемлекет бар? Осы елдер мен біздің мемлекеттің арасында қандай байланыс бар деп ойланып тұрмын. Иә, Дана, дұрыс сұрақ қойдың. Қазақстан егемендігін жариялаған соң, сыртқы саясаттағы өзінің нақты ұстанымын анықтады. Қазақстан Республикасының мемлекеттік тәуелсіздігі туралы заңында Қазақстан Республикасы барлық мемлекеттермен өзара қатынасын халықаралық құқық принциптері бойынша құрады деп жазылған. Тәуелсіздігін жариялаған соң, Қазақстан әлемдік аренада дербес мемлекет ретінде танылды. Өзге елдер жас мемлекеттің тәуелсіздігін мойындауы саяси тұрғыдан өте маңызды. Қазақстан халықаралық ұйымдардың толық мүшесі болғаннан кейін әлемдік жобаларға, кездесулер мен форумдарға қатыса алады. 60-тан аса мемлекет Қазақстанда өздерінің дипломатиялық өкілдіктерін, елшіліктерін ашты. Өз кезегінде Қазақстанда шетел аумағында өз елшіліктерін ашты. 1992 жылдың наурыз айында Қазақстан халықаралық беделді ұйым саналатын Біріккен ұлттар ұйымының толық құқықты мүшесі атанды. Енді Біріккен ұлттар ұйымы штаб пәтерінің алдында Қазақстанның көк байрағы желбіреп тұр. Біріккен ұлттар ұйымы әртүрлі мемлекет өкілдерінен құралған. Олардың мақсаты жер бетіндегі бейбітшілікті сақтау, мемлекеттер арасындағы достық қарым-қатынасты дамыту, тұрмыс деңгейін жақсарту үшін көмек көрсету және адам құқығын қорғау. Жас Қазақстанның саяси өміріндегі маңызды қадамның бірі Еуропадағы қауіпсіздік пен ынтымақтастық ұйымының саммитінде сөз сөйлеуі. Бұл 1992 жылдың 30 қаңтарында болды. Еуропадағы қауіпсіздік пен ынтымақтастық ұйымы. Бұл ұйым Еуропа аумағында орналасқан мемлекеттердің қауіпсіздік мәселесін шешумен, жанжалдың алдын алумен және реттеумен айналысады. Сондай-ақ, бұл ұйым сайлау кезінде бақылаушы қызметін атқарады. Дағдарыс болған жерге барып, жағдайды қалпына келтіру жұмыстарымен айналысады. Сонымен қатар, аймақтардың экологиялық қауіпсіздігі үшін күреседі. Жыл сайын бір қатысушы мемлекет Еуропадағы қауіпсіздік пен ынтымақтастық ұйымға төраға болады. Осылайша, 2010 жыл Қазақстан үшін маңызды кезең болып, осы ұйымды басқарды. Бұл әлемдік қауымдастық біз секілді жас мемлекеттің саясатын қолдайды деген сөз. Құрамына Қазақстан енген тағы бір маңызды ұйымның бірі Шанхай ынтымақтастық ұйымы.
1996 жылы Шанхайда бір-бірімен өзара шектесетін Қазақстан, Қырғызстан, Қытай Халық Республикасы, Ресей Федерациясы, Тәжікстан мемлекеттерінің президенттері бас қосты. Мемлекет президенттері қарулы күштер саласы бойынша өзара сенімді нығайту және шекара маңындағы аудандарда қарулы техникалар санын азайту туралы келісімге қол қойды. Аталған мемлекеттердің мәдениет, экономика, білім және ғылым саласындағы тығыз байланысы 2001 жылы Шанхай ынтымақтастық ұйымына тың серпіліс берді. Шанхай ынтымақтастық ұйымының негізін қалаушылар мен мүшелерінің жалпы саны 6. Кейін 2017 жылы бұл ұйымға Үндістан және Пәкістан мемлекеттері қосылды. Қазақстан әлем халықтарының қауіпсіздігі үшін күресетін мемлекеттердің бірі. Және де балалар, Экспо 17 жайлы естулерің бар ма? Қазақстанда Экспо 17 көрмесін өткізу еліміздің әлемдік аренадағы беделін арттырды. Көрменің болашақ энергиясы тақырыбы желдің, күннің, су мен ғарыштың қуатын пайдалану мәселесіне қатысты. Көрмеге әлемнің 100-ге тарта мемлекеті мен 10-нан аса халықаралық ұйымы қатысты. Сен Экспо 17 көрмесін көрдің бе? Және де барып көрдің бе? Экспо 17 жайлы әңгімелеп бер. Және де осы тақырыбымыз бойынша үй тапсырмасы. Менің Қазақстаным әлемдік аренада кластерін құрастырыңдар. Мына кластер бойынша үлгі ретінде алып құрастырсаңдар болады. Осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.